Ассалаумағалейкум достар. Бүгін біз қалай лазерге файлды дайындау керек екенін үйрететін боламыз. Ал бірінші бастайық. Бисмилля деп. Текстте кездесетін көптеген проблемалар бар. Көбісі жаңадан бастап келатқан дизайнерлердің жіберетін қателіктері ол мынандай. Мысалы, текстті жазамыз, осындай әдемі шрифттермен жазылған болатын болса, ол жерде гравировка жасалған кезде мынандай қателіктер кетеді. Қиылысқан жерлерінде әріптің ұштары шығып қалады былай. Аппақ боп болмаса артында ромарк золот, жаңағы алтын болмаса күміс түсті ромарктар болатын болса, осы жердің барлығы бүйтіп қалып қалады. Осындай қателік жібермеу үшін біз деген текст жазамыз. Мысалы, мен мына құрметті қала тұрғындары деп жазайын. Осы текстті жаздым, және қазір сіздер көрсетейін. Осы әріптердің қиылысы көрінбей тұр ғой, бізде барлық әдемі шықты. Бірақ біз вид дегенге кіреміз, инструменттердің ішіне, панель инструмент, каркасты басамыз. Мінекей, өздеріңіз байқап отырғандай, екі әріптің қиылысында, қосындысында бізде осындай сегменттер шығып тұр. Бұл сегменттер бізде ертең гравировкада шығады. Яғни лазер бізде мына тек контурларды ғана көретін болады. Ол біздің заливкамызды көрмейді. Заливканы тек жасау үшін мынаны алып тастауымыз керек, біріктіруіміз керек. Ол үшін не істейміз? Міне, мен осы каркас күйінше қалдыра берейін. Мына жазылған сөзімізді Ctrl-K арқылы бөліп тастаймыз. Оны я болмаса біз деген объекттің ішіне кіреміз де, разъединить деген бар, міне фигурный тексті. Осын басамыз, міне. Жеке-жеке әріп қалды. Осыларды жеке-жеке Ctrl-K арқылы әрбір әріп сөзді үзіп тастаймыз. Жеке-жеке әріп болатындай, міне. Міне өздеріңіз байқап отқанда мен бір әріп сөз алайын, қала деген. Белгілеймін, яғни выделять етемін. Оны мен барлығын белгілеймін. Бұл текст күйінше тұр. Текстті біз кривойға, яғни объектіге айналдырып алуымыз керек. Ол үшін Ctrl-Q-ді басамыз. Оның барлығын мен алдыңғы сабақта үйреткен болатын. Так, белгіледік, Ctrl-Q-ға айналдық. Мына жерде бізде не шықты? Мына жерде осындай инструменттер шықты. Ол үшін біз әрбір сөзді алып белгілейміз. Міне. Сосын біріктіру дегенді басамыз, слиянияны басамыз. Қазір байқап отырайық. Слиянияны басамын. Міне. Көрдіңіздер ме? Біріккен жерлерінде сегменттер жоқ. Яғни бір тұтас болды. Келесі сөзді алайын. Қала. Міне. Слиянияны басам. Міне өзгерді. Дәл осылай басқа да сөздермен жасап шығамыз. Міне өзгерді. Байқап отқандарыңыздай. Енді мен вид каркасы расширені қайтан кіремін. Міне. Енді бізде барлығы бір тұтас болып шықты. Бұл текст бойынша адамдардың қателіктері. Яғни қазіргі дұрыс дайындауды үйрендік біз. Келесі, біз табличка дайындаймыз, ромаркта деп мысал қалайық. Мынандай табличкаларда бізде контур бар. Әдемі рамка дейді мысалы. Осы рамканың бәрі неден контурдан жасалады. Өздеріңіз байқап отқандай визуально, яғни жалпы көріністе әдемі көрініп тұр. Бірақ лазерге жіберген кезде ол бізде былай шықпайды. Неге? Өйткені тағы бір рет каркасқа кіріп көрсетейік. Видқа кіреміз, каркасты басамыз. Міне, байқап отқандарыңыздай жай ғана сызық болып қалады. Бізге ол керек емес. Бізге дәл осы қалай тұр визуально. Заказчик айтады ғой, мен деген компьютердан болмаса эскизден осындай көрдім. Неге менің эскизім бойынша былай шықпады десеңіздер, сөз таппай қаласыздар. Өйткені сіздердікі дұрыс емес болады. Неграмотно дейді. Мынаны біз аламыз да жеке 0,5 болып тұрса, 0,5 болып тұрса, оны біз кривойға айналдырамыз. Жаңа текстте біз Ctrl-Q-ді басқан болсақ, осы линияларда, сызықтарда біз Ctrl-Shift-Q әрпін басамыз. Оны байқау үшін тағы да мен каркасқа кіріп көрсетейін. Міне бізде бір сызық болып тұр ғой. Біз енді Ctrl-Shift-Q-ді бассақ, міне байқап отырсыздар ма өзгергенін? Артқа жіберейін. Міне тағы да Ctrl-Z алдыға жіберемін. Shift, Ctrl-Q, Ctrl-Shift-Q. Екеуінің разницасы жоқ. Басамын. Міне. Маған қалыңдық 0,5 деген байқап тексеріп көрейік. Міне 0,5. Міне размері шығып тұр. Яғни дұрыс. Келесін дәл солай әдіспен орындаймыз. Міне мен басам Ctrl-Shift-Q. Міне өзгерді. Енді
бағанағы текстте кездескен проблема деп айтады ғой, проблема емес, жайт. Осыны қарау, қиылысқан жерлерінде біз біріктіруіміз керек. Әйтпесе мына жер тағы жеке-жеке аппақ болып қалады. ол үшін бағанағы әдісті қолданамыз. Shift екеуін белгілейміз. Екі рамканы міне жақындатып көрсетейін. Слияниені басамыз. Болды, өзгерді. Міне байқап отырғандарыңыздай біздің рамкамыз бір тұтас болды. Енді рамка демекші, осы рамканы қалай салдым мен көрсетейін. Мынаны төмен қарай көшірейін. Енді біз мына рамканы қалай жасаймыз? Мысалы мен қарап алдым. Бұл жерде контурға кіремін. Где-то бір 7-ні жазайын. Осы 8 деп жазайық. Ол әркімді қалай, мен осы табличкаға байланысты жазып жатырмын. Оны аламда мен Ctrl-K арқылы, яғни объектке кіріп разъединить деген басам, міне контурды қайтадан ішіндегі заливкасын алып тастайын. Контурдың заливкасын берейін, бояуын қарап. Және мынандай шеңбер. Бір қалындатып алайын, бірді баса салайық. Бір көп екен, бір 0,5 басайық. Мынандай бұрыштамасында осындай шеңбердің, жартылай шеңбердің несін жасау үшін біз шеңбер инструмент аламыз, эллипсті F7 арқылы. Және төртбұрыштың бұрышына апарамыз да, Shift Ctrl-ды бірге басам, және мен бүйтіп үлкейтем мышкамен тартып. Сол кезде бізде осындай шеңбер салынып шығады. Шеңбердің центрі төртбұрыштың бір бұрышына тура келіп тұр. Енді біз оны копировать етеміз, Ctrl-ды басып тұрып, тарс еткізіп, міне екеуін басып тұрып, мына бұрышына келеміз, көшіреміз, болды. Енді осы шеңберлерді біріктіреміз, және мына төртбұрышыдан шеңбердің қиылысқан жерін кесіп тастау керек, яғни высечь. Осын аламда біріктірем, яғни міне выделять етем. Осын аламда исключение. Осын басып тастайым. Байқап отқандарыңыздай біріккен жерін кесіп тастады. Келесі, енді біз мына төртбұрышын саламыз. Ол да бізге белгілі. Төртбұрышын жаңағы әдіс бойынша ішіне қарай контурды басып белгілейміз. 8-де аз, 9, 10 жасайық. Міне тағы да Ctrl-K арқылы бөліп тастаймыз да. Жаңағы біздің бояғын алып тастаймыз, заливкасын береміз. Біз ол жерде біреу жұқа, біреу қалың болып қалды. Бұлай да бірақ әдемі көрінеді екен. Бір қалың, бір қою болсын. Бір жұқа болсын да, бір қою болсын. Жаңағы әдіс бойынша бұны Shift Ctrl-Q арқылы кривойға айналдырамыз линияны. Екеуін белгілеп біріктіреміз. Міне өздеріңіз байқап отқанда енді түс беріп ажыратып көреміз. Екеуі бір тұтас. Міне жеке-жеке белгіленіп тұрған жоқ. Осы арқылы біз осы қарапайым құралдар арқылы біз осындай рамка жасай аламыз. Кеттік. Келесі бізде мынаны шетке қойайын. Мына бір қазақша узорды интернеттен алып алуға болады. Кез келген жерден кез келген узорда болады. Қалай дайындаймыз? Неге біз барлығын қараға айналдырып жатырмыз? Өйткені лазер цветной қабылдамайды. Біз бір тұтас бұл жерде перетекание болмау керек. Оны цветной қабылдамайды деген сөз емес. Бізге анық көріну үшін біз қара түске бояймыз оны міндетті түрде, контраст түсте. Болмаса мына міндетті түрде алтын болу керек емес, оны прозрачный қылып та беруге болады. Бірақ біз эскиз ретінде салғандықтан клиентке, яғни сол адамға біз осылай көрсетеміз. Яғни бәрі біткен соң осылай шығады деген көрініспен. Бұрышынан қойдым. Копировать етуді үйретудің қажет жоқ сіздерге. Үйренгілеріңіз келсе басқа осыған дейінгі сабақтарды қарап шығуларыңызға болады. Мына жерде подсказка тастап кететін боламын. Міне Shift Page Up-пен бетіне шығарамын. Копировать етемін, зеркальтетіп түсіремін, төмен қарай қоямын. Енді белгілеп қойдық. Бұны біз видке кіріп қайтан көре аламыз. Бізде кривой ма, линия ма екен? Каркас міне. Ол бұл жерде барлығы дұрыс екен. Жаба салайық. Енді біз мына әрбір узор, яғни ойдың арасына бір сызық салып шығайық. Біріктіремін. Бастаймын да жібере саламын. Shift-пен белгілеп выделять етемін төртбұрышын, және C әрпін басамын. Центрға түсіреді сол кезде. Дәл осы әдіспен төмен түсіремін. Мына ойды белгілеймін да, ағылшынша клавиатурада B әрпін түсіремін. B әрпін басам өзі түседі. Яғни баттың төмен жағын равнять түзеп береді. Сызықты тағы да алайын, мына жерден бұрыштан жеткізбей сызамыз. Белгілейміз.
C әрпін, E әрпін басамыз. E әрпін бассақ, бізде вертикально центровать етіп береді. C әрпін бассақ, бізде горизонтальный болса, E әрпін бассақ, вертикально центровать етіп береді. Яғни түзеп береді. Мына барлығын выделять етеміз. Міне, бізде дайын узорымыз. Енді мына бағанағы әдіс бойынша Shift Ctrl Q арқылы объектке айналдыра саламыз. Қиындығы жоқ. Міне, бізде дайын табличка. Міне, бір тұтас болды. Белгілеп түсудің өзгеріп көрейік. Міне, табличкамыздың узоры дайын болды. Белгілеп қояйық. Енді мына жерде фотодағындай мен резерв деген табличка, яғни бұл көбінесе енді қарапайым тілде домик деп айтады. Осындай қалай жасаймыз? Ол үшін бізге белгілі бір размер жасайық. Мысалы 10-20 жасап көрейік. Болмаса 15-8 ба жарайды. 15-75 тең жартысы пропорциональный болсын. Және бұл жерге жаңа цветті беріп алайық. Копировать. Мына цветті копировать ету үшін білесіздер, пигментті алып тұрып, пипетканы алып тұрып, екіншісін бассақ, мына копировать етеміз, полный көшіріп береді. Болмаса, оң жағын тарттырып, мына жас копировать сес ойсам бас саласыздар. Қиындығы жоқ. Енді келесі резерв деген сөз жазайық. Керек болса жаңағы логотиптеріңізді қойып аласыздар, еш қиындығы жоқ, ол проблема емес. Мына жаңағы қарапайым контур бере салайын мен. Жетімі. Баяғы әдіс бойынша алып тастаймыз контурын. Заликсін алып тастаймыз. Міне. Әдемі шрифт таңдаңыздар, ол міндетті түрде осы шрифтте болу керек деген сөз емес. Міне. Оқылатын әдемі шрифттер көп қой біздерде. Міне. Шрифтті қалай орнату керек екенін тоже сабақтар жазған болатын, онда подсказка тастап кететін боламын мына жерге. Міндетті түрде қарап шығыңыздар. Лайк басып тіркеліп отырыңыздар. Ол мен қайта-қайта айтудан шаршамаймын. Өйткені ол басқа осы видеолар дамытуға көп үлесін қосады, және сіз сияқты адамдарға да пайдасын тигізеді. Үйрене алмай осы қалай жасасам екен деген оймен іздейді ғой интернетте. Сол кезде сол бірінші подсказка шығып тұрады. Енді біз мына беткі жағын жасадық, енді арғы жағын жасау үшін двухсторонний дейді оны. Біз мынаны аламыз да, группировать етеміз, біріктіреміз. Оны деген бұлай аламыз да, копировать етейік. Бұны ауысты. Мына беті дұрыс, арғы жаққа ауысқан кезде ол теріс қарап қалатын болды. Енді біз ол үшін не істейміз? Біз аламыз да, мына бұрыштамасын тартамыз. Бұлай айналдырып шығамыз, міне. Болмаса, дәл осын белгілейміз да, мына жерге поворотқа 180 деп жазамыз. Міне. Енді оны білу үшін жалпыла белгілейміз да, төбесінен қарағандай боламыз, міне. Міне. Мына жақтан оқысаңыз резерв дұрыс, және мына жақтан оқысаңыз тоже дұрыс шығады. Яғни, бұл екеуінің ортасынан бүйтіп қиылған жерінен иіледі ғой, сондықтан. Және біз қазір ары қарай осы күйінше тастап жібере алмаймыз. Өйткені мына жеке-жеке табличка. Біріктіру үшін қарапайым әдіспен мынаны бүйтіп аламыз да тарта саламыз. Міне, бір табличка болды. Бұл төмен түсіре салайық. Shift Page Down'мен мына жердегі контурын аламыз да өшіріп тастаймыз. Бітті, дайын бізде. Біріктірген кезде бір табличка болып шыға келді. Міне. Бұл лазерге дайындауды үйрендік, Raw Mark'ке. Кез келген пластик болсын, Raw Mark болсын, кез келген заттарға. Енді мынандай бір әдіс бар. Әдіс болғанда мынандай қазір трендте жүр. Тренд деп айтуға бола ма, қалай айтуға болады. Яғни кукольный үйлер, кукольный домики дейді. Соған жиһаз жасау, мебель. Мен мына жерден суретін көрдім, мен қалай жасаймын? Мен көрсетейін. Ол үшін мынандай иілуін барлығын көріп алу үшін біз мына жерде бізде примерно бар ғой, міне. Мына астындағы эллипсті мынаны келтіріп аламыз, міне. Шеңберді аламыз, иілетінді кішірейтеміз. Созамыз. Үстіп салып шығамыз. Оны әрине ерінбей болып салып шыға болады. Болмаса, қазір көрсетейін. Үстіп саламыз. Бәрін
өздеріңіз әдемілеп салып шығасыздар. Болмаса мынаны барын аламыз да біріктіре саламыз. Міне мынаның барлығын шеңберлерді кейін дорисовывать ете салуға болады, қиындығы жоқ. Көріп отырсыздар ғой. Міне бұл жердегі менің үйретейін деп отқан, айтайын деп отқан нем, ойым, қараңыздар, мынаның бәрін өзгертіп етіп бөліп тастайық. Мына фанераның қалыңдығын түсінуіміз керек. Яғни мына толщина, егер де ол толщинасы 2/8 болса, міндетті түрде оны 2/8 жасамаймыз. Өйткені лазер кішкене 2/8 жасауға болады әрине, бірақ кішкене жоқ дегенде бір жарты миллиметр аз алу керек. Кескен кезде ол бәрі күйдіріп тастайды. Яғни сол размерге плотно келетін болады. Міне осыны салған болсақ, қырынан мына жерде мына осыны үлкейте салайық. Мына толщинаны мысалы 2/8 келтіреміз. Қырынан салып шығамыз. Мына спинкасын көрдіңіздер ғой, міне осылай болып, қыры осындай болып тұру керек. Енді мұның алдынан саламыз. Спинкасын биіктігін примерно қарап аламыз. Спинкасы яғни ол мына жерге дейін келу керек. Мына жерден басталады. Мына жерден басталса, мына жерден аяқталу керек деп есептейік. Өйткені мына жерде уже отыратын келеді екен. Мына жерге бүйтіп отыратын келеді бұлайынан. Ол үшін мынаны сызықты аламыз. Свойствоға кіріп ұзындығын көре аламыз. 62-63. Мынаны аламыз да 63 мм келтіреміз. Ой, 632 болып кетті, 63 міне. Яғни бізде спинка енді 63 биіктігін біліп алдық. Мынаның арқасын салу үшін мынаны мен бірден округление жасап жіберейін. 2 мм аз ба? 4 мм жасап. Міне мына спинка келді. Ұзындығын 45 жасайын, 4,5 мм. Біз 50 жасай берейік, бәрі вылетқа тұра береді ғой. Яғни енді біз қараймыз. Мына бұрудың бір биіктігін көрейік. Бізде 84-63, біз 87-85 дейік міне. Яғни мынаны алып шығамыз. 85, яғни ол бұлай келеді. Қырынан алдынан қарағанда 85 міне. Ол деген суретті қарап отқаныңыздар мына жерден бітеді екен. Тура арқасы бітеді. Енді осы ара қашықтықты біз міндетті түрде осындай емес, кез келген немен алуымызға болады. Яғни мына жерде округлять етіп 42 ма 43 деп алайық. Мынаның шетімен біріктірейік, тартайық, құлайға тарс. Түсініп отырсыздар ма? Міне алып тастаймын. Енді мынау біздің, бұлай түсіп берейін, біздің мынау боковой жағы, мынау екеуі. Артқы жағы, яғни спинкасы. Мыналарды біз қарапайым немен сала саламыз. 4 бұрышын белгілейік. Болмаса міне 4 бұрышын былай дәл осылай белгілейміз. Центрға басамыз. Мынаны біз жаңағы округлять етеміз. Жан жақтарын, углдарын округлять етеміз, осылай болсын. Міне бізге былай қара сүйірленген болса, мынандай. Бізге еш қиындығы жоқ. Былай аламыз да. Ортасын теңестіреміз. Кеттік. Енді осында біз мынандай төмен қарай июіміз керек. Ол үшін мен жай ғана бүйтіп. Көп әдістер бар, мен бірақ оны өзім істейтін әдіспен жасалайын. Мына жағын алып тастаймыз, яғни симметричный жағын. Мына жағы тең шығу үшін. Мынаны мен аламын да объекті кіріп, табиғат перспективу дейді. Кішірейте саламыз, міне. Бұлай қарай копировать етеміз, біріктіреміз, разгруппировать етіп, біріктіре саламыз. Міне. Енді біз оның мына сыртынан қалыңдығын беру үшін бағанағы контурға кіреміз да, өзіміз білетін сырт жағын басамыз. Жеті көп, 2 мм сыртына. Міне. 2 мм аз екен кішкене. 3 жасайық. 3 мен бұлай. Мынаны алып төмен қарай копировать ете салуымызға болады. Оны енді ұқсатуларыңызға болады. Әлі қандай қалайса сондай қылып тұрып. Төмен жағын біріктіреміз. Яғни мына көктен ашпауымыз керек. Енді мына мен көкпен контурын қызылдың бәрін біріктіреміз. Shift page down. Яғни мына қызылды аламыз да кесіп тастаймыз. Исключение міне. Бізде дайын болды спинкасы. Яғни мынаға келеді. Енді біз көріп отқандарыңыздай мынандай болып спинкасы бүйтіп келетін болса, дәл қалыңдығын мына жерде қанша болды бізде? Осы қалыңдықты аламыз да салып шығамыз мына жаққа.
осыны аламыз да мына жерге бүйтіп бұра саламыз. Бұрышын келтіреміз да шеңберді сол бұрышына апарамыз, яғни бұрыш арқылы көтеріп. Міне. Қондыртамыз. Енді мына бұрыштан біз мына кесіп тастаймыз. Міне. Түсініп отқандарыңыздай, мынау келеді да, мына жерге киіледі. Түсініп отырсыздар ма? Артығын алайық. Мына жерге кесіп тастаймыз, исключение. Сол кезде мынау үстіндегі құлағы келді, мына жерге киіледі, былай шақат. Енді мына отыратын жерін жасау керек. Оны қалай істейміз? Отыратын жерін біз белгілеп алдық, мына сызықпен. Мына жерге келесе, біз білеміз ғой, мына қалыңдығы 2-де қанша? 2-де 8 екен. 2-де 8 болса, мынанда 2-де 8 келтіреміз. Дәл осы екі арасына саламыз. Бұны басқа жасыл түспен берейін. Енді бұл мына екі боковойға кіру керек қой, сол үшін мен бұны аламыз, бұлай вылетать етемін. Дәл осы әдіспен мен мында алып келемін да, қарап отқандарда шеңбері келіп тұрген, шеңбері келсе мен оны шеңберді көтеремін, өйткені ол маған кедергісін жасайды екен. Болмаса мына кішкене бүйтіп тағы көтеріп жіберейін. Жалпы түсіре салармыз. Оның барлығын неге айтамын? Міне қараңыздар. Мынау шетіне кіріп тұру керек қой. Мына яғни мына жаққа шығып тұрады. Мына шеңбер біз 13 жасайық. Қазір мынаның бәрін түсіндіремін, қараңыздар. Мына қазір төбесіне саламыз. Орындық 13-ті аламыз да, мына жерден кесіп тастаймыз. Мына шеңтесік. Яғни қазір сиденьеміз, отыратын жеріміз осы жерге кіреді да, мына спинка. Спинканы салайын. Мына жаққа салдық қой спинканы, мына жерге келтіріп көрсетейін. Міне. Шетіне салған кезде, мына контурмен көрсетейін. Мынауымыз бізге былай қарай келеді. Мына спинка. Мына жаққан, мына екі боковойына кіреді, және мына спинка кіреді. Енді спинкаға кіретін жерін кесіп тастайық. Ол жерде біз, мына жерде 15 мм жасайық. Мынаны шетке тарта тұрайық, көріну үшін аламыз да, мынаны бүйтіп кесіп тастаймыз, ішін тесіп. Міне. Яғни мына сиденье, мына задний спинка кіреді, және мына екі боковой кіреді. Түсіндіңіздер ме? Енді мен мынаның төбесіне салып шығайын сиденьені. 43, былай қанша? 43-те 43 екен. 43-те 43. Міне былай. Енді 43-те 43 болғанмен, бізде мына спинкаға қанша кіреді? Мына жақтан көріп аламыз. Мына жерден баламыз да, былай қарай. Көреміз, 37 дейді. 37 миллиметрге дейін біз түсіреміз. Яғни 37-ге түсіреміз. Қалғанын біз мына жердегі 15 мм ғой, мына жердегі. Соны 15 мм келтіреміз. Міне шықты бізде. Енді 43. 43-тен біздің ішкішісі қанша болып тұр? Мына жерден 37-те 4. 37-те 4 аламыз. Мынаны 37-де 4 кішірейтеміз. Енді қарап отқандарыңыздай, мына жерде қай жерден басталады біздің мынауымыз? Мына жерден 14-те 87 дейді. 14-те 87 алып етіп копировать етіп алайық. Мына жаққа келеді ғой. Мына 2-де 8 деген бар. Оны бұлай көшіреміз да. Мынаның қалыңдығын көреміз. Мынаның қалыңдығы қанша еді бізде? 13. Бұлай шығарамыз. 13 жасаймыз. Міне, дәл осыны аламыз да, мына жақ көшіре саламыз. Сонымен бізде мынаны алдымызда біріктіре саламыз. Міне барлығы дайын болды. Яғни енді төбесін салып көрсетейін. Бізде мынаның барлығы, міне көріп отқандарыңыздай, екі жағы мынау. Міне, екі жағы кетеді. Және спинкасы кетеді. Көрдіңіздер ме? Төбесінен қараған кезде. Мынау алдынан, мынау шетінен. Мына қараңыз. Шетінен, алдынан, төбесінен. Осы көріністі
проекциясында. Және осы бізде заготовкалар дайын, яғни бізде мынандайдан екеу келеді, 2 штук, 2 дана дейміз. Заготовка. Бірақ мынандайдан бір спинкадан біреу кетеді бізде. Және отыратыннан біреу кетеді. Қарапайым. Яғни осы 5 зат арқылы біз бір кресло шығарып аламыз. Құрайтын кезде өте оңай. 2 жанына мына синес кіргізесіздер, төбесінен кете саласыздар, еш қиындығы жоқ. Міне. Ұнаса лайк басыңыздар, тіркеліп отырыңыздар міндетті түрде. Және қандай сабақ қалайсыздар, соны комментарийға міндетті түрде жазып кетіңіздер. Мен қысқаша түсіндіріп өттім. Бұл жерде және мынандай кукольный домиктерге заказ бергілеріңіз келсе, Instagram кіріп, дайректке жаза салыңыздар, болмаса Telegramға жазылыңыздар. Айтпақшы, менің жаңадан Telegram канал аштым. Ол жерге жаңадан емес, бұрынғы сабақтар болсын, жаңадан салған өткен сабақтардың барлығын жазып отырмын, салып отырам. Және ол жерге тікелей комментарий, чат комментарий бар. Сол жерге де жазсаңыздар болады. Құдай қаласа, үйсті бірте-бірте дамитын боламыз. Сіздерге айтуды ұмытып кетіппін. Мынандай жағдай, мынандай бір трактор, экскаватор болсын, болмаса, мынандай подстаканник, кез келген заттарды дайындауға болады. Лазерде, фонарьды кесіп, міне кітапша, осының кітаптың бізде мына узорын, мына қалай иілу, қалай дайындау керек екен, және мына бағана айтқандай кресло, кішкентай кукольный үйлердің жиһаздарын дайындау, және болмаса копилка қазір өте актуальный болып жатыр. Осыларды қалай жасау керек екен, керек болса сұраңыздар, файлын жасап көрсетем, болмаса дайын файл болса керек десеңіз де дайын файлын жасап берем, және ол тегін емес әрине. Мына бізде пано болсын, осындай заттарды жасайтын боламыз. Тіркеліп отырыңыздар міндетті түрде, лайк басыңыздар. Міне бізде көріп отқандарыңыздай, және осындай бір кішкентай детальный заттардың барлығына бізде бағанағындай біраз уақыт кетеді. Сондықтан ол ақылы болады. Соны түсініп алыңыздар. Рахмет. Сау болыңыздар.